боевик жанрындағы үздік 5 кореялық фильм. Менің оқырмандарымның арасында боевик жақсы көретіндер өте көп, тіпті стрейнде отырған кезде де айтып жатады, боевик туралы қандай фильм бар, дорама бар деп. Сондықтан да мүмкін көрмей қалған болсаңыздар, осыларды ұсынамын, бірақ басым көпшілігінің көргеніне сенімдімін. Біріншісі әрине ол «Я видел дьявола», басты рөлде Ли Бен Хон. Бұл жерде ол оның қалыңдығын сериалы қаншер ұрлап өлтіріп кетеді. Енді ол сол маньякты қалай болмасын табуды ойлайды, кек алмақ, қатыгездікке толы сондай фильм. Екіншісі ол «Горечь и сладость». Бұл жерде де басты рөлде Ли Бен Хон ойнайды, онымен бірге Шин Мин А да ойнайды. Ол мафияның мүшесі, сонымен басшысы айтады, оған менің қалыңдығыма қарап жүр, егер біреуге көзі түссе, онда оны өлтіріп таста дейді. Расында да қыздың басқа біреуге көзі түседі, бірақ оны өлтіруге асықпайды. Енді бір банда осы мафия мүшесіне қарсы шығады. «Подставной город», басты рөлде Джей Чан ойнайды. Ол негізі геймер, сонымен оған айтады, осындай жерге кел десе адам өліп жатады, ал оны осы адамның өліміне күдікті дейді. Енді Джей Чан қалай болмасын шығып өзінің кінәсіз екенін дәлелдеу керек. Төртіншісі ол «Балерина». Маған өте қатты ұнайтын фильмдердің бірі, басты рөлде Чон Джон Со. Енді өзінің рөлін әрине өте ғажап алып шыққан. Бұл жерде оның құрбысы болады, соның құрбысын біреулер өлтіріп кетеді. Енді Чон Джон Соның кейіпкері қалай болмасын кек алу қажет. Және ең соңғысы ол «Гангстер коп дьявол». 2005 жылы криминальный босты сериялық қылмыскер өлтіруге тырысады, бірақ ол өлмей тірі қалған жалғыз құрбан болады. Дәл осы сол детективпен бірігіп сол маньякты табуды ойлайды. Фильм өмірден алынған, қазақша да болу керек, ВКонтактеден байқап қалған сияқты. Егер оны білетіндер болса, төменге қалдыра кетіңіздер. Ал сіздің сүйікті кореялық фильміңіз, боевик жанрындағы фильміңіз қандай, оны төменге жаза кетіңіздер.